Саламатсыңдар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың ұраны: егер есіңе сақтау үшін үйренсең, ұмытасың, ал егер түсіну үшін оқысаң, есіңе сақтайсың. Біз бүгін 9-шы бөлім жеңіс күні ұлы ерлікке тағзым бөлімінің тақырыпшасы өмір мен өлім туралы мәтінмен таныс боламыз. Сабақтың мақсаты оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып жинақы мәтін жазу, тұрақты тіркестер туралы мәлімет беру. Бағалау критерийі: оқылым тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып жинақы мәтін жазалады. Тұрақты тіркестердің мағынасын түсінеді. Диалог пікірталаста сөз тіркестерінің синоним қатарын тұрақты тіркестерді еркін қолданады. Өз пікірін сауатты жеткізеді. Өмір мен өлім мәтінінің негізгі туындыгері Баубек Бұлқышев туралы мәлімет тыңдайық. Баубек Бұлқышев қазіргі Қарағанды облысы Ұлытау ауданындағы Амангелді ауылында 1916 жылы дүниеге келді. Болашақ дәуірдің балғын бесігін ашқан шағында Баубек әуелі шешесінен, артынан әкесінен айырылып жетім қалады. Немере ағасының қолында тәрбиеленіп, оқып білім алады. Ол 1930 жылы Ұлытау совхозының фермасында есепші болып қызмет істейді. Ал 1937 жылы Алматы сауда қаржы техникумына оқуға түседі. Ол сонда оқи жүріп көптеген өлеңдер жазады. Балалық шақ поэмасын, ауылдан Алматыға атты әңгімесін жазады. Арманы асқақ тума талант 1939 жылы Лениншіл жас газетінде әдеби қызметкер, кейін Қазақстан пионері газетінде бөлім меңгерушісі болып еңбек жолын бастайды. 1940 жылы Кеңес армиясы қатарына шақырылады. Москвада сапер училищесінде оқиды. Орыс тілін жетік меңгереді. 1940 жылы Финляндиямен арада соғыс өрті лапылдағанда өзі тіленіп әскер қатарына алынады. 1941 жылы фашистік Германиямен соғыс басталғанда алғашқы күндерден ақ ұрыстарға қатысады. Осыдан соң Баубек Бұлқышевтың жауынгерлік өмірі басталады. Баубек Бұлқышевтың шығармашылық дарыны соғыстың ауыр сын сағаттарында ерекше көрінді. Баубек Бұлқышев соғыс жылдарында жауынгер публицист ретінде жарқ етіп көзге түскен. Ол өз қаламын еркін сілтеді, табиғи жазды. Қазақ халқын азбаған, табиғаты таза халық екенін тағы бір мәрте дәлелдеді. Сөйтіп табиғатынан ақын қазақ халқының жан дүниесін әлемге ақтарып салды. Баубек қаламының ұшында поэзия, публицистикамен тоғысады. Оның шығармаларында бабалар жаны, екпінді, жігерлі, қайратты махамбет рухы бар. Бейнетаспадан алған мәліметтерің бойынша есте сақтаймыз, кесті мәліметтерімізді алған. Енді осы кісінің туындысы оқулықтарында берілген. Осы мәтінмен қалай жұмыс жасаймыз балалар? Бірінші, мәтінді түсініп аламыз. Екінші, мәтіннің соңында берілген сұрақтарға ауызша жауап береміз аудиозапис арқылы. Үшінші тапсырма: жинақы мәтін құру. Мәтіннің толық нұсқасы оқулықта берілген, жинақы мәтін жазасыңдар. Балалар, біздің келесі бір тілдік бағдар бойынша қазақ тілі пәні болғаннан кейін білуге тиісті тақырыбымыз бұл тұрақты тіркестер. Тұрақты тіркестер туралы мәліметтерге назар аударайық. Тілімізде еркін сөз тіркесі, тұрақты сөз тіркестері деген ұғым бар. Еркін сөз тіркестері мен тұрақты сөз тіркестерінің өзіндік ерекшеліктері бар. Еркін сөз тіркесі, яғни еркін. Сөз тіркестеріміз жаңағы сөздер тіркесіп беріледі ғой, балалар. Ал еркін сөз тіркесінде сыңарларының орындарын басқа сөзбен ауыстыра беруге болады. Мысалы, таза дәптер, жұқа дәптер, жаңа дәптер деп, балалар. Әдемі киім, таза киім деп орындарын ауыстыра беруге болады. Әдепті оқушы, баланың ісі, үздік оқушы
деген секілді мысалдар беріліп тұр, қарайсыздар. Енді ерекшелік қандай? Құрамындағы сөздердің орнын өзгертуге немесе басқа сөзбен ауыстыруға бола береді. Тіркестерді еркін тіркестер дейміз. Құрамындағы сөздер жеке-жеке мағына білдіреді. Құрамындағы сөздер жеке-жеке сұраққа жауап бер. Екеуі екі сөйлем мүшесі болады. Қарайықшы балалар. Мысалы, кең бөлме, не бөлме, қандай бөлме, кең. Зат есіммен сын есімі. Тұрақты тіркестер тайға таңба басқандай. Тайға таңба басқандай. Анық деген мағынаны білдіреді. Жүрек жұтқан, батыр, тіс жармау, үндемеу, бармағын тістеу, өкіну, мұрнын көкке көтеру, менменсу, бетінен оты шығу, ұялу, қолы ашық, жомарт деген тұрақты тіркестер беріліп тұр. Бұлардың ерекшелігі қандай? Құрамындағы сөздердің орнын өзгертуге немесе басқа сөзбен ауыстыруға болмайды. Құрамындағы сөздер жеке-жеке мағына бермейді. Барлығы тұтасып келіп бір мағына береді. Бір сұраққа жауап беріп, бір сөйлем мүшесі болады. Қарайық балалар. Мысалы, тайға таңба басқандай дегеннің орнын ауыстырмаймыз, басқа сөзбен алмастырмаймыз. Мысалы, жылқыға таңба басқандай деп басқа сөзбен ауыстырсақ бола ма? Болмайды. Мысалы, сөздердің орнын басқандайды бас жағына қойып, мысалы, басқандай, тайға таңба деп орнында ауыстыруға болмайды. Үшеуі, мысалы, тіркес келген сөздер барлығы бірігіп келіп, бір ғана мағына береді. Мысалы, анық деген мағына берді. Үшеуі үш сөз, қолы ашық, мысалы, екі сөз, жомарт деген мағына беріпті. Сосын тұрақты тіркестер тіркесіп келген сөздермен бір ғана сұраққа жауап беріп, бір сөйлем мүшесі болады. Қолы ашық адам. Қолы ашық адам. Қандай адам? Қолы ашық. Сын есім болып тұр. Қолы ашық деген сөз екеуі бір сұраққа жауап берді. Қандай адам? Қолы ашық адам. Енді тұрақты тіркестердің, яғни синонимдік қатарлас сөздер тұрақты тіркестері де болады. Мысалы, үріп ауызға салғандай. Әдемі, сұлу деген мағынаны білдіреді. Тағы соған сәйкес тағы тұрақты тіркес бар екен. Мысалы, ай десе аузы бар, күн десе көзі бар. Ит арқасы қиянда деген тұрақты тіркестің синонимдес тұрақты тіркес тағы бар. Ит өлген жер, екеуі де алыс деген мағынаны білдіреді. Қоян жүрек, су жүрек, неге? Тұрақты тіркестер бұлар қорқақ деген мағынаны білдіреді. Жүрек жұтқан, жүрегінің түгі бар. Мысалы, синонимдес тұрақты тіркестер мағынасы батыл, батыр деген секілді. Түсінікті ме балалар? Ары қарай. Осы тұрақты тіркестер бойынша, тақырып бойынша екі тапсырма орындаймыз. Бірінші тапсырма мынау антонимдес, керісінше мағынасы қарама-қарсы тұрақты тіркестерде бар балалар. Синонимдесті айттық қой, енді антонимдестерде тұрақты тіркестер бар. Мысалы, бетінен оты шығу, беті шімірікпеу, ұялмау дейді. Бетінен оты шығу, ұялу дегенді білдіреді ғой. Яғни қалған тұрақты тіркестерді келесі бағынан тауып алып сәйкестендіресіңдер. Келесі мына жерде сөз жұмбақты табасыңдар, толтырасыңдар. Сонымен сабақтың соңындағы біздің жұмысымыз рефлексия жазып жібересіңдер.